Әлемде 1916 жыл. Бәріміз білетіндей алғашқы дүниежүзілік соғыс басталғанына 2 жылдан асып кетті. Британдық солдат окоптың ішінде отырып, жан-жақты қарап отыр. Оның басты мақсаты жауларын бақылап отыру. Бірақ жаулар мүлдем көрінбей, кенет солдат бірдеңені байқайды. Үп-үлкен болған белгісіз нәрсе қақ алдында тұр, және бұл жаны бар тіршілік иесіне ұқсады. Әрекетіне қарасаң, жерден бірдеңені қазып жатқан секілді. Оның не нәрсе екенін дұрыс көре алмаған британдық аспанға ракета тапаншасын атады. Сөйтсе бұл қақ алдында адам сенбейтін белгісіз тіршілік иесі тұр. Оның үлкен болғаны соншалық британдық солдат тілін жұтып қойды. Ал сосын солдат соңғы рет оған қарап, мақұл оған күледі. Сәлем, мен SCP таныстырушы. Бүгін мен SCP-3456 аномалиясы қандай тіршілік екенін айтамын. Бұл 4 аяқты тіршілікке жатады, ал астындағы жылқының 2 аяғы ғана бар. Және сыртқы денесіне қарайтын болсақ, терілері түгел алынған, ал бұлшық еттері мөп-мөлдір. Ең қызығы, олардың тұяқтары 3 болып орналасқан, ал ең бір түрлісі, олар 2-3-ге дейін көбейіп кете алады. Және әр егіз тіршіліктің денесі бастары болғанымен, олардың аяқтары болмайды, және қолдары да қатты ұзын емес. Ең бірінші тұратын тіршіліктің, яғни ең басты тіршілік мынау. Бұның қолдары өте ұзын келеді. Қолдары ұзын болған соншалық, жүріп келе жатқанда жерге сүйретіп жүреді. Ал саусақтарының орнында өте ұзын, әрі үшкір және қатты тырнақтар. Ал беттің айналасына келсек, оның мұрнының орнында немесе демалатын мұрнымен өте қатты дыбыс шығарады. Қатты болғаны соншалық аспанға ұшатын ракета секілді. Ал бұның бойының ұзындығы 30 метр, ал ені 15 метр. Қарапайым адамнан 30 есеге үлкен деген сөз. Ал оның сыртқы терісі өте мықты болғаны соншалық, қанша оқ жаудырса да, терісіне оқ мүлдем өтпейді. Сонымен қатар аномалияның миы өте қатты жұмыс жасайды. Оның IQ көрсеткіші 1000-нан асып жығылады. Ол құрбандарын өлтіру алдында арнайы дайындалып, психология және манипуляциямен адамды сан соқтырады. Адам немесе жануар SCP-3456-ның келе жатқанын сезеді, яғни ол сездіреді деген сөз. Адам қорқып бір жерге жасырынғанымен SCP мақұлық қайда барса да тауып алады. Себебі ол біреудің қорқынышын тікелей сезеді. Бұл жердегі ең бір түрлі жайтты айтайын ба? Ол ұстап алған құрбандарын белгісіз жаққа алып кетеді. Оның қайда кететінін ешкім білмейді. Құрбандарын ұстап, жай жоқ болып кетеді. Болды, ешқандай ізін де қалдырмайды. Және ол осы уақытқа дейін қанша адамды алып кеткені де белгісіз болып тұр. Ең қызықты жайт, SCP-3456 судан қорқады, немесе суға түскісі келмейді. Және дәл осы жолмен ғана бұл SCP-ден құтылуға болады. Яғни аман қалу үшін жалғыз бірақ жолы бар деген сөз. Сонымен қатар SCP-3456 массовый жағдайларда пайда болады. Яғни көп адам қиналып жататын болса, мысалы соғыс болып жатқан жерде технологиялық апаттардан өрт шығып немесе ауа райы бұзылып адамдар қиналса, ол бірден келе қалады. Көбінесе SCP-3456 соғыста пайда болыпты. Ол әр ғасырдың соғысында көрініп, құрбандарын алып кетіп отырған екен. SCP фондының архивті қоймасында SCP-3456-ның бірінші дүниежүзілік соғыста болғаны туралы ақпарат бар. Сөйтіп британдық солдаттардың арасында немістерге құбыжық көмектесіп жүр деген сыбыс тарай бастайды. SCP-3456 өте ақылды екенін білеміз. Ол әдейі немістердің жағында жүрген секілді кейіп танытып, құрбандарын алып кетіп жүруі мүмкін. Содан британдық генерал өте біртүрлі нәрселерді байқайды. Соғыс алаңында үлкен іздер табылған және солдаттардың бас киімдері. Ол бәрін зерттеп жүріп, бір күні оның солдаты соңғы кезде менің аяғым бірдеңені сезіп жүр деп айтқан болатын. Кенет солдат мина секілді нәрсеге жарылып кетеді. Өздерінің окоптарында кім мина құрып жүр деген сұрақ туындады. Және генерал минаға сенбеді. Керісінше солдатты жердің астына біреу тартып алып кетті дегенге сенді. Солдатты тартып алып кеткен соң, генерал SCP-3456-ны көреді, ал мақұлық оны. SCP қолына 2 мәйітті ұстап, кетіп бара жатқан көрінеді. Генерал оған бірнеше оқ жаудырады.
Бірақ оқ жетпеді ме білмедім. Жай ғана SCP оқиға орнынан ғайып болды. Осылай SCP кеш болған кезде пайда болып, солдаттар бірінен соң бірі ғайып бола берді. Ал содан кейін жағдай ушығып, олар бірнешеге дейін көбейіп кетті. Солай күніне 100 солдаттан жоғалып отырды. Ақыр соңында окопта басқарып отырған генерал да жоқ болып кетті. Бәрін сол бір SCP құбыжық алып кеткен секілді. Ал содан кейін SCP-3456 Жапонияда көрінгені туралы ақпарат пайда болған еді. 2011 жылы Жапонияда үлкен су тасқыны болып, адамдар біраз зардап шеккен еді. Осы жылы жар салып жаңалықтардан оның көрінгені туралы айтып жатты. Солай SCP фондының қызметкерлері SCP-3456-ны тексеру үшін Жапонияға арнайы жасақтар жібереді. Өкінішке орай 4 жасақтың 2-і SCP-3456-мен байланысқанда қырылып қалды. Ал 2 жасақтың бір отряды зардап шеккен адамдарды эвакуациялап жүргенде қақ алдарынан қозғалыссыз күйдегі SCP-ні байқайды. Бұл тұзақ болып шықты. Құбыжық кенеттен оянып, ұзын қолдарын жан-жаққа ермеп, ғимаратты қиратып тастайды. Ал сосын мұрнымен қатты дауыс шығарады. Сөйтіп тағы бір отряд жойылады. Енді бір-ақ отряд қалды. Енді олар сумен өлтіруді шешті. Олар қала қасындағы көпірден өтіп бара жатқанда SCP олардың артынан қуатын болса, онда олар көпірді сындырып, солай құбыжықты өлтіреді. Солай отряд көпірден өтуге дайын тұрды. Бірақ SCP-3456-ның бұл жерде екені байқалмады. Кенет ол пайда болып, солдаттар сасқалақтап бәрі атқылай кетеді. Барлық отряд көпірден өтуге жүгіреді. Бірақ 2 солдат ұсталып қалды. Ал сосын SCP-3456 2 солдатты алып, сол жерден мәңгілікке жоқ болып кетеді. Тура мағынада SCP-3456 ғайып болды. Мынау соңғы суреті. SCP фонды оны ұстай алмады, және SCP фондының қоймасындағы ең қауіпті деген жерге ақпараттары сақталды. Егерде адам оны көретін болса және тірі қалса, ол есінен алжасады. Осындай кезде психологтың жұмысы өте маңызды. Бұндай жағдайда адам кем дегенде судан 1 километр алыста орналасқан жерде өмір сүруі тиіс. SCP-3456 пайда болып қалады деген жерлер мұқият бақылауда. Йо-моё, не мынау? Нәм болған не екен мынау? Ал жақсы, бүгінге осы SCP-3456 ең мықты SCP-ге жата ма? Пікір қалдыр.